Ялла, оп-оңай жасалатын тамақ бар ма деп отырған идеям миыма сақ ете қалды. Ол яғни үйде қалған лаваш, донерден қалған лаваш еді. Осыны алдым да дедім, орама жегім келіп отыр, как раз орама жасаймын. Мантадан қалған фаршым бар, холодильникте тұрған мұздатылып соны жағам. Сосын үйде қалған құтқан қаймақ бар, ыдыстың түбінде соны жағам дедім де, жақсылап осылай барлығын жағып алдым. Осылай жағып алғаннан кейін кәдімгі орамаға төсегендей осы ішінде подливті төсеп шығамыз. Бәрін аккуратно, асықпай, әдемелеп төсеп болғаннан кейін осылай орама орағандай ораймыз. Орап болғаннан кейін бұны біз буға пісірмейміз, яғни духовкаға пісіреміз. Ол үшін арнайы қағазымызды төсеп, осы қамырымызды кесіп аламыз. Ортасынан өте ыңғайлы болып, жақсы дәмді пісу үшін, таза пісу үшін главный. Міне әдемелеп қойып алдым. Енді жұмсақ болу үшін бетіне жұмыртқа мен сүтті құйып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Бұны жақпасаңыздар беті кеуіп қалады, қатып қалады. Сол себепті бұны жақсаңыздар жылтыр болады, өте жұмсақ болады. Енді жеген кезде маған рахмет айтатын боласыздар ғой. Істеп мені белгілеп маған рахмет айтуды ұмытпаңыздар. Сөйтемізде духовкаға салып қоямыз. Яғни 40-30 минут духовкаларыңыздың өздеріңіздің несіне байланысты, қызуына. Содан кейін қалған жарты лавашқа мен етсіз, яғни тек қана асқабақ пен пияздан осылай жасайын деп шештім. Өйткені мен етсіз жеген жақсы көремін. Мына пияз мені әбден жылатты, біраз өз-өзіме келе алмай тұрдым. Сөйтіп ашып қарасам, пісіп қалыпты тамақтарым. Орамалар мені жейсін ба деп күтіп тұр екен, күте тұр дедім. Мен қазір мына жарты лавашты да жасап алайын, содан кейін сендер жеймін, оған дейін суып тұрыңдар дедім де. Мына қалған қаймақты біреуіне жақтым, одан кейін қалғанына майонезді біреуіне жақтым, қаймақ жетпей қалды. Сонымен мынау да жұғын болып қалмасын түбінде дедім, екеуін дәмін көрейін дедім. Бірақ маған ұнағаны, шынымды айтсам, қыздар, қаймақпен өте жаңағы пайдалы, ешқандай артық зияны жоқ, майлы болмайды. Сол себепті қаймақпен жасасаңыздар деп кеңес беремін. Осылай барлығын орап аламыз. Бұл жұқа, жеңіл, әдемі оралады, өйткені кішкентай болғандықтан. Сөйтеміз де бұны да екінші табамызға салып, осылай әдемі аккуратно қойып алып, бұны да пісіреміз 180 градуста 30 минутта пісірдім бұны. Ет жоқ болғандықтан. Мына түрін қарасаңыздар, не деген аппетитні, жеп көргеннен кейін маған рахмет айтасыздар ғой. Жеген сайын жегін келе береді. Енді дәмі деген ауызда ериді. Еті жұмсақ болып, буда бұлай піспейді ғой. Ас болсын.